Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 16 сабақ. Жуан және жіңішке жұп дауыслар. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Отан. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың. Отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ер халқың. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Өлке дегеніміз аймақ, өңір екен. Отан туралы білетініңді айт дейді. Отан дегеніміз балалар, біздің туып өскен жеріміз, тіліміз, дініміз, тұрып жатқан жеріміз, барлығы біздің отанға жатады, балалар. Екінші жаттығу, мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Яғни, әр адамның өз отаны болмаса, болмайды, яғни отансыз адам жоқ деген сөз. Әр адамның өзінің елі, жері, туған жері болады, Келесі, үшінші жаттығу, сөздерді салыстырып, оны оқы дейді. Көшіріп жаз дейді. Ал, әл, сан, сән, ыс, іс, тыс, тіс, ұн, үн, тұс, түс. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата, олардың дыбысталуына назар аудар. Сөздердің мағынасын қалай түсінетінді айт дейді. Бұл жерде біріншіде ал, әл дегенде а әрпі мен ә әрпі сөздің мағынасын өзгертіп тұр. Сан, сән. Сан деген кәдімгі сан, ал сән деген сән үлгісі, сәнді киім деген сияқты мағынасы өзгеріп тұр екен балалар. Келесі төртінші жаттығу, ұйқасын тап дейді. Төрге оны төсеп, қабырғаға ілем, оның аты кілем. Ағып жатыр бұлақ, жағасында құрақ. Міне балалар, осылай өлеңнің ұйқасын табады екенбіз.